Атамекен ауылында өткен әрбір сәт менің әйел, ана тағдырымның аяулы бөлшегі, маңызы мен мазмұны. Ең алғаш қазық қағылғаннан бастап, қабырғасы түгел қаланып, мейірім мекеніне айналған бүгінге дейін бір күнде болса ажырап, ара суытып көрмеген екем. Жомарт жандардың демеуіменен қалыптасып, президентіміздің, аймақ басшысының, білім басқармасының бала дегенде ет жүрегі елжіреп тұратын ақпейіл адамдар мен ұлағатты ұжымның қолдауымен толысқан бұл ауыл, бұл үй расымен де қақтың назары түскен орын болып сезіледі маған. Себебі мұнда Құдай тағаланың құзыретіндегі арайлы Ақмешіттің алақанындағы мемлекетшіл қоғамның жүрегіндегі балалар өмір сүреді емес пе? Биыл осынау ыстық ұямыздың 10 жылдық мерейтойы аталып өтпек. Бұлай қарағанда аз ғана уақыт болып көрінгеніменен, бос өтпеген, қанша сөнгелі тұрған сенім мен үрейлі тұрған үміттің отын маздатқан жылдар болғасын шығар, біз үшін әсері бөлек. Айтып отырған алғашқы мерейіміздің сұлу көріністерін, айтып болмайтын, қайтып келмейтін кезеңдерін, мейірім мен махаббатқа толы мезеттерін жинақтап, фотобаян етуді жөн көрдік. Суреттер сөйлеп тұратын біздің құмырнамалықты ерекше ықыласпен қабыл алғайсыз, Тілеуқор жан.